Балаларым бұзық, бір-бірімен ұрсады, төбелеседі үйде деп мысалға. Ол балалы үйде болатығын жағдай, оны түсінуге болады. Бірақ өзімнің мінезім сондай жуас, мінезім ауыр дейді. Неге балаларымды тыңдата алмаймын? Неге балаларыма сөзім өтпейді деп сұрақ қойған екен. Мен сізден жолдасыңыздың, яғни балалардың әкесінің мінезі қандай деп сұрағым келіп отыр. Өйткені бұзық бала қайдан пайда болады? Ол ата-ананың ішкі мінез құлқынан пайда болады. Егер біз сырттай мінезіміз ауыр, сондай жуас болып көрінгенмен, ішкі әлемімізде біздің конфликт көп болса, қақтығыс көп болса, өз-өзімізге көңіліміз толмаса, үнемі ренжулі жүретін болсақ, онда сол мінезді балалар сыртқа шығарады. Қазақта бір сондай жақсы сөз бар ғой, балалы үйде ұрлық жатпайды деп. Мысалға, үлкендердің мінез құлқының көрінбес жағын, ішкі жағын балалар көрсетеді екен. Сондықтан да балалы үйде ұрлық жатпайды деген жақсы мақалмен көрсеткен біздің қазақ халқымыз. Мысалға, үлкен адамдар маска киюді білеміз. Қай жерде өзімізді қалай көрсетуімізді білеміз. Мысалға, жұмыста да, болмаса қоғамда да, көшеде де, қонақта да жақсы адам болып, жуас адам болып, сондай бір мәдениетті, көркем тілді адам болып көріне аламыз. Ал балалар ондай масканы білмейді. Ал бірақ біздің шын мәніндегі мінезіміз қандай? Шын мәнінде біздің ішкі әлемімізде не болып жатыр өзі? Қандай қақтығыстар болып жатыр? Соған көңіл бөлуіміз керек. Ал енді балаңызбен негізі ер балалармен әсіресе әкесі жұмыс жасау керек. Әкесі сөйлесу керек. Егер әкесі отырып балалармен әңгімелесетін болса, әрқайсымен жеке-жеке сөйлесетін болса, онда баланың мінезі бірден өзгереді, сап тыйылады. Бұл өмірдегі күнделікті кездесіп жүрген жағдай. Сондықтан да, құрметті оқырманым, мен сізге айтқым келетіні, сіздің балаларыңыз бостан-бос бұзық болған жоқ. Демек, ол әкесіне тартып тұр, болмаса, ол өздеріңізге былайша айтқанда ата-анасының мінезін, көрінбей тұрған мінезін қайталап тұр. Егер сіз неге мінезіңіз сондай бос, неге адамдардың бетіне қарап сөйлей алмайсыз, не жағдай? Мүмкін сізді бала кезіңізден басылып қалған мінезіңіз бар шығар. Мүмкін сіз өзіңізді бір сондай сенімсіз сезінесіз ба? Өз-өзіңізді дұрыс бағалай алмайсыз ба? Өзіңізді ортада дұрыс ұстай алмайсыз ба? Өзіңіздің ең бірінші құрметтеңіз. Өзіңізді, статусыңызды мойындаңыз. Сіз анасыз, сіз бір үйдің отанасысыз. Сіздің балаларыңыз бар, сіз бала тәрбиелеп отырған анасыз. Сондықтан да сіздің айтқан сөзіңіз ол тыңдалуы керек. Сіз тыңдата біліңіз. Ең бірінші балаңызды қасыңызға отырып, көзбе-көз отырып әңгімелесіңіз. Одан кейін жолдасыңызбен сөйлесіп үйреніңіз, ата-енеңізбен сөйлесіңіз, пікіріңізді айтыңыз. Егер сіздің айтып отырған әңгіме егер сізге ұнамаса, ұнамайтын жерін айтыңыз. Үнемі сіз өз пікіріңізді, өзіңіздің ойыңызды жеткізіп отыруды ұмытпаңыз. Жоқ, басқалардың көңіліне жақпай қалуы мүмкін, менің айтқан сөзім мүмкін ұнамай қалуы мүмкін деген сөздерді деген сияқты дұрыс емес ойлардан арылғаныңыз дұрыс. Егер сіз өзіңіздің ойыңызды, сөзіңізді жеткізе білсеңіз, сізде айналаңызда басқаша энергия, басқаша қуат, басқаша атмосфера пайда болады. Демек, сіз даусыңызды, өзіңіздің бар екеніңізді, өзіңіздің орныңызды көрсететін боласыз. Сондықтан да сіздің мінезіңіз өзгереді. Ең бірінші қадамды таңертең оянғанда балалар, ояныңдар, бүгін қандай күн әдемі, мен сендерді жақсы көремін. Одан кейін жолдасыңызға айтыңыз, таң атты жаным, оян, шай дайын, шай ішейік, тамақ ішейік, міне ботқаларыңды жеңдер балалар деп даусыңызды жарқын ашып айтыңыз. Көршілеріңізбен сәлемдесіңіз, туысқандарыңызбен, құрбыларыңызбен сәлемдесіңіз. Ашық ойыңызды, бүгін сіздің көңіл күйіңіз қандай, жасырмай айтыңыз, сөйлеп үйреніңіз, даусыңызды шығарып үйреніңіз. Одан кейін екінші қадам, үшінші қадам, төртінші қадам
одан кейін барып сізде бәрі жақсы болады. Мен айтты дейсіз. Рахмет. Келесі менің оқырманымның хаты өте сондай қызықты екен. Қазір бізде қоғамда байқайсыздар ма? Қазақша да, орыс тілінде де, ағылшын тілінде де, мейлі түрік тілінде болсын, еркін сөйлейтін адамдар қатары көбейіп келе жатыр. Соның және бір заманауи отбасын айтатын болсақ, үйде мысалға жолдасы орыс тілінде де, қазақ тілінде де еркін сөйлейді. Ал оның жары тек қана қазақ тілінде сөйлейді. Енді бұлар бірге қонаққа барады, бірге қандай да бір корпоративтік жиындарға барады. Осы жерде келіншегі орыс тілінде сөйлей алмағандықтан, ол жерде барлығы орыс тілінде, қазақ тілінде араластырып еркін сөйлеп отырады дағы, бұл өзін төмен сезіне бастайды. Өзінің орыс тілде дұрыс айта алмайтын акцентпен айтатын сезгендіктен өзінің жаңа комплекс пайда болады. Содан ашық, жарқын, көңілді жүрген келіншек жаймен сөйлеуден қалады. Өйткені оның жаңағы ортасы, құрбылары, жолдастары, былайша айтқанда отбасымен бірге кездесіп жүрген бәрі орыс тілділер. Бұл тек қана қазақ тілінде сөйлейді. Сөйлегісі келеді, бірақ сөйлей алмайды. Не істейді? Тағы да үндемей қалады. Екінші кездесу, үшінші кездесу үндемей қалады. Сонымен оның өз-өзіне деген бағасы төмендеп, өзіне деген сенімі жоғалып, уақыт өте келе тұйықталып қалады. Былайша айтқанда өзімен өзі қалып қояды. Осы кезде не істеу керек? Жолдасы, сен неге дұрыс боянбайсың? Сен неге дұрыс талғаммен киінбейсің? Сенің шашың дұрыс емес, сенің көзіңді бояғаның да әдемі емес. Неге сен басқалардың үйіндегі жары болмаса келіншегі секілді әдемі киіне алмайсың, дұрыс сөйлей алмайсың деген сөздерді жиі айта бастайды. Не істеу керек дейді. Айналайын, мен саған айтқым келетіні, сен ең бірінші өзіңнің қазақ екеніңе қуануың керек. Ол жерде тек қана қазақтар отыр емес па? Барлығы қазақша жақсы түсінеді. Бірақ неге орыс тілінде сөйлейді? Олар ұялсын, сен ұялмауың керек. Сен өзіңнің қазақпын, мен қазақша сөйлеймін. Керек болса, сендер қазақша сөйлей алмағандарың үшін, өз ана тілдеріңді дұрыстап айта алмағандарың үшін сендер ұялыңдар, мен ұялмаймын деп, керісінше әдемілеп тұрып, қазақша сөз сөйлеп, тос сөйлеп, өлең оқып, оларды сен таң қалдыр. Қайта сен әдемі сөзіңмен, мәдениетті, көркем тіліңмен оларды бір саты өзіңді жоғары қойып, олардан қайта өзіңнің тілді жақсы, тамаша білетініңді алға тартқаның дұрыс. Сондықтан да сен өзіңнің комплексіңді өзің жоюың керек. Өзіңнің ренішіңді тек өзіңнен көруің керек. Өйткені сенің соңғы уақытта мен орыс тілінде сөйлей алмайым, мен олар секілді сұхбатқа кіріп кете алмайым деген ішкі монологыңнан керісінше диалогқа ауысқаның дұрыс. Сондықтан да ұялма. Біз Қазақстанда, қазақ жерінде отырмыз. Егер сен Ресейде отырып, орыстардың, кілең орыстардың ортасында отырып, өзіңнің сөйлей алмағаныңа ұялған болсаң, онда мен түсінген едім. Әрине, олар сенің тіліңді түсінбейді, сен орыс тілінде сөйлеуің керек деген ой болу керек. Дәл қазір сенің қысылатын да, ұялатын да ешқандай дәнеңе жоқ. Келесі келген хатымыз 30-ға келген қыз бала тұрмысқа шықпапты. Ол өзінің неге тұрмысқа шықпағаны, болмаса бүгінгі күнге дейін тұрмысқа шығу туралы ешқандай бір ой, болмаса бір талпыныстың жоқтығын айтыпты өзінің хатында. Мен хаттың мәтінін толық бірнеше рет оқып түсіндім.
адамның өзінің болмысы қалай қалыптасады? Отбасынан біз не көреміз? Көршілеріміз не дейді? Болмаса менің құрбым не дейді? Телевизордан көріп жатқан жаңалықтар бар, болмаса біздің көріп жатқан фильмдар бар. Жалпы біздің айналамыздағы қоршаған ортамыздан мінезіміз қалыптасады. Мен өз-өзіме, былайша орысша айтқанда, самостоятельно болып, өзімнің жағдайымды өзім жасап өстім дейді. Өзіме қажетті дүниені өзім аламын, ешкімнен көмек сұрамаймын. Мен үшін ер адамдар әлсіз. Мен ер адамнан көмек сұрағаннан өзім жасағаным жақсы дейді. Және тұрмысқа шыққан кезде менің артымнан баратұғын дүниемнің бәрі жақсы болу керек, басқалардың сөзіне қалмауым керек, мен жағдайымды жасауым керек, содан кейін бар мен тұрмысқа шығуым мүмкін деп өзіне былайша айтқанда жауап беріп отыр. Мысалға, мен осы сіңліме айтқым келеді, сізден сұрағым келеді, сіз кім үшін, не үшін тұрмысқа шығасыз? Тұрмысқа шығу, отбасын құру сіздің түсінігіңізде қалай өзі негізі? Біз не себептен тұрмыс құрамыз? Біз ұрпақ жалғастыру үшін тұрмысқа шығамыз. Біз өзіміздің жанымыз сүйген, көңіліміз қалаған адаммен бас қосып, бірге өмір сүру үшін қол ұстасып, осы өмір деген үлкен бір сондай өзен, қол ұстасып екеуміз бір арнаға қарап, қуанып бірге ренжіп, бірге ішіп, бірге жеп, былайша айтқанда, ыстықты да, суықты да бірге көріп, сол өмірдің қызығын, рахатын сезіну үшін бірге өмір сүруіміз керек. Тұрмысқа сол үшін шығады. Ана болу үшін, сәби сүю үшін, ұрпақ жалғастыру үшін қыз бала ол өзінің ең бірінші парызын, ана болу парызын орындау үшін тұрмысқа шығады. Ал менің осы хаттың мәтінінен оқып отырғаным көпшілігінде артымнан баратын дүниемнің жақсы болу керек, ешкімнен көмек сұрамауым керек деген сөздер жазыпты. Мысалға, мен түсінемін көпшілігінде қыздың артындағы жасауы жақсы болу керек деп. Мысалға, көпшілігінде жақсы дүние артынан алып келді, 6-7 шуба келді, 10 шақты бренд аяқ киім келді деген сияқты көп әңгімелер болып жатады. Бірақ ол кімге керек ең бірінші? Ол кімге керек? Сөз сөйлеу үшін керек па? Мүмкін оны айтсын деп, сол туралы сөйлесін деп, мысалға да, сол үшін жасаймыз ба? Кім үшін оны жасаймыз? Ол мысалға сіздің артыңыздан апарған дүниенің есебін мысалға беру үшін керек па? Жоқ, сенің өзінің жеке бақыттың үшін керек па? Міне осы сұрақтың егер жауабын жақсылап, терең ойланатын болсақ, онда біздің ойымыздың қате екенін түсінеміз. Ер адамдар ешқашан қыз баладан әлсіз болмайды. Қашанда ол биік, қашанда ол қыз бала ер адамнан төмен. Себебі оның физиологиясы да, оның жалпы жаратылысының өзі басқа ер адам. Несімен биік, мен сізге айтайын. Ер адам ұрпақ жалғастыра алады да, әйел адам жалғастыра алмайды. Міне, бірақ сөзден жауап алуға болады. Сондықтан да ер адам сізден жалпы әйел адамнан ол әлде қайда жақсы биік. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Алтын басты әйелден бақа басты еркек артық деген. Осы мақалдың астарына мән беріп қарағанымыз жөн. Мысалға, маған ештеңенің керек жоқ. Мен өз жағдайымды өзім жасаймын. Мысалға, материалды жағдайымды көтеріп аламын, дүниемді жинаймын, болмаса өзімнің карьерамды жасап аламын. Бірақ ер адам маған не үшін керек, не үшін тұрмысқа шығу керек деген сұрақ қоятын болсаңыз, сонда сіз бұл бір өтпелі заман, өтпелі дүние екеніне сіз ойланыңыз. Өйткені уақыт өтеді, кетеді, бірақ сіз жалғыз қалып қоюыңыз мүмкін. Сіз ұрпақ жалғастыра алмауыңыз мүмкін. Сондықтан да осы жалпы тек сізге ғана емес, қыздардың барлығына айтатыным, қыздар ең бірінші байлық, ол денсаулық, екінші байлық, ол ақ жаулық деп
қазақ атамыз бекер айтпаған. Сондықтан да ақ жаулықты болып, ана болуды Аллах тағалам сіздерге бұйырсын. Сіңлім, әлсіз болып көрінуден қорықпа. Керісінше нәзік бол. Қыздар нәзіктігімен сұлу. Ал мен күштімін, барлығы мен қолымнан келеді деген, ол тәкаппарлық. Осыдан абай болайық.